Біздің майсок дайын. Сіздермен бірге майсок дайындайтын боламыз. Ол үшін сүтімізді осылай пісіріп аламыз. Тарымызды жақсылап жуып аламыз. Мен уже жуып дайындап қойдым. Сүтіміз пісіп шықты. Енді осыған тарымызды саламыз. Тарымызды салып, бетін жауып қойып қоямыз. Өзі ісініп пісіп шығады. Бір қозғап жібереміз дағына. Бетін жауып қойып қоямыз. Біздің тарымыз осылай жібіп, кішкене ісініп шықты. Енді баяу отта кішкене қайнатамыз. Ол үшін сары майымызды саламыз. Тәттілігіне қарай шекер саламыз. Соны жақсылап араластырып қайнатамыз кішкене уақыт. Қайнап шықты. Көп қайнатпаңыздар. 1-5 минут тұрса жеткілікті. 5 минуттай қайнады. Енді осыны қапағын жауып, тағы біраз уақытқа қойып қоямыз.